Әңгіменің екінші бөлімі. Күйеуі де қадағалап сұрамаған соң жас келін өз дегенімен жүретін халге жетті. Бірте-бірте мінезі де өзгеріп сала берді. Кеш келсе кептелісті сылтаурататын шығарды. Бір күнді Сағындық аға келіні кешіккен соң сыртқа шығып көрді. Дала тас қараңғы. Анадайдан көліктің жарығы байқалды. Шеттегі дүкенге кіріп, темекісін алып шыққаны сол, әлгі көліктен аяғын наздана басып келіне түсті. Сылқ-сылқ күліп қоштасқан ол аялдамаға қарай жүрді. Өз көзіне өзі сенбеген Сағындық аға дереу үйіне беттеді. Тез-тез басып кірген ол жүзі сұрланып келінін күтіп отыр. Немересін ұйықтатып Айнагүл апа да бөлмеден шықты. Есікті ашқан келіні ата-енесін көріп тыжырынып қалды. Жақтырмаған сына айтар танытып бөлмесіне кіріп бара жатыр еді, қайнатасы тоқтатты. Келін айналайын, бүгін тым кеш келдің, оның үстіне иә жолдың бәрі пробка ғой енді деді. Неге жұмысшылар таситын көлікпен келмедің? Әлгі мәшинедегі кісі кім? Бастығым, көлік бұзылып жұмысшыларды өзінің көлігімен тасыды бүгін. Енді бәріңізге отчет тапсырмайтын шығармын, деді ашуланып. Осы кезде Сағындық аға қатты ашуланып орнынан атып тұрды. Тапсырасың. Осы үйде тұрасың ба? Демек бізге бәрін айтып отырасың, деді қылшылдап. Пысқырып да қарамаған келіні бөлмеге кіріп кетті. Жұмысынан шаршап келген Санат демалып жатқан болатын. Оянып кетті. Сен не енді келгенсің бе? Не бәрің бүгін келісіп алғансыңдар ма мені тергеп? Саған не көрінді? Ештеңе, жатып демалайықшы, деді Санат. Келіннің мына жүрісі ұнамаған Сағындық аға күдіктене бастады. Іштей тына алмады. Барып кемпіріне айтты. Ойбу, мұның не шалау, келіні аңдып жүрсің бе? Бұзылса бұзылған шығар мәшинесі, құрсын, ешкім естімесін деген соң Сағындық аға да сабасына түсіп үнсіз қалды. Бірақ күнде жеңіл көлікпен келуін қоймады. Соңында шыдай алмай кетті. Келін отырыңыз, әңгіме бар, айта беріңіз. Қандай әңгіме, деді келіні кірпідей жиырылып. Келін шырақ, мені жақсылап тыңда. Бір емес, екі емес, неге күнде бастығыңмен келесің? Мәшине бұзылды дедің, ал жарайды сендік. Жұмыстың көлігі болған соң дереу жөндеу керек шығар. Басқа жұмысшылар неге ала келмейді? Немене бастығыңа сен ерекше адамсың ба? Не деп тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Не айтып тұрғаныңызды білесіз бе өзі? Денім сау, басым жайында. Сол үшін не айтып отқанды өте жақсы білемін. Ал жауап бер, неге? Қапелімде бұлай жағамнан алады деп ойламаса керек, келіне өтірік шыңғырып, жанжалдасып, кінәсі жоқ адамның кебіне түсіп жылап қоя берді. Араға енесі түсті. Шалау, қойшы енді, жазықсыз кінә тақпайық та. Көзбен көрмеген соң, нені көрмеген соң, нені? Жастарыңыз 50-ден асты, жап-жас келінге бұлай жала жапқанша өле қалмадыңыздар ма? Бір аяғыңыз көрде бола тұра маған кінә тағып деп ашуланды келіні. Мен көзбен көрген соң сұрап жатырмын, неге күнде бастығың әкеледі деп? Басқа сұрақ қойдым ба саған? Жала жаптым ба? Мен тек не үшін дедім, ал сен өзің жауап бере алмай жанжал шығарып отырсың. Осы кезде өтірік ашуланып, бұл тақырыпты жаппақшы болды да, дастархан үстінде тұрған шай ішетін кесені алды да, қайын атасына қарай лақтырып кеп жіберді. Қақ маңдайға тиген кесе шытынап кетті де, маңдайынан қан бұрқ ете қалды. Зәресі ұшқан кемпірі атып тұрып, бинт әкеліп, йод әкеліп зыр жүгіріп жүр. Өз ісіне ұялмаған келіні бөлмесіне бара жатыр еді атасы. Көргенсіз, деді атасы көз аларып. Кім көргенсіз? Маған жала жапқан сіз бе, әлде өзін-өз қорғамаған мен бе, деді келіні. Болды, енді шыдай алмайды екем деп бөлмесіне жүгіріп кетті. Артынан енесі барды, келіні заттарын жинап жатыр екен. Қызым-ау, мұның не, атаңнан кешірім сұрамайсың ба? Неге заттарын жинап жатырсың? Ләм-мем деп жауап қатпаған келіні тез-тез басып шығып кетті. Қайда кетті, кіммен кетті, келе ме жоқ па, бәрі белгісіз. Кешкісін күйеуі келген соң мән-жайға қанық болды да үнсіз қалды. Санат үнсіз отырды да, кетсе кетіпті да, онсыз да күніміз өтер деді. Балам-ау, екі бала ше, бізді іздейді ғой. Балаларды көріп тұрасыздар андасында. Менің уже көңілім қалды. Әркімнен ол туралы естіп жүргендерім де жетеді. Ал бүгінгі қылығы тым шектен шығып кетті. Рас, әйел кісіге қол көтермеймін. Соны пайдаланып жүрау шамасы. Мен енді онымен бірге тұрғым келмейді деген Санат шаршадым деп бөлмесіне кіріп кетті. Айнагүл апа екі ортада қалып езіліп жылады. Келіне барайын десе не деп барады, кешірім сұрайды ма? Қолын бір сілтейін десе екі тәтті немересін қимайды. Олар да әбден ата-апасына үйренген. Кім білсін, олар қалай шыдап жүрген. Осылай күндер өте берді. Келіннен бір хабар жоқ. Енесі Айнагүл немерелерін сағынып, ішігіп мазасы кетті. Бір кемпір емес, үй іші сағынып жүр, іштей тынады.
Сағындық ақсақал мен Санат жұмыста болып кішкене болсын көңіл бөлінеді, ал Айнагүл апаға өте қиын соқты. Күн ұзаққа көз жасына ерік беріп немерелерін іздейді. Ақыры шыдамаған ол келін емес, құданың әпкесіне хабарласты. Себебі құда-құдағилары ертеректе қайтыс болып, үйдің үлкені осы келіндері болып қалған еді. 80-ге келген әжесі бар құданың анасы, бірақ қауқарсыз қарияны кім тыңдасын? Оның сөзі тек келінге ғана емес, басқасына да өтпейді. Әйтеуір үйдің бір бұрышын паналағанына шүкіршілік айтып отырады. Өзінен кейінгі бауырларына тәрбие берудің орнына жандарына барып қайтпай отырған келіннің үйге оралуын, атасынан кешірім сұрауын айту үшін жаңа құдашаға хабарласты. Құдаша саламатсыз ба дей беріп еді, құдашасы дүрсе қоя берді. Жағдайымызды қайтейін деп едіңдер, қаршадай қызымызды алып жетім деп елемедіңдер де, екі баласымен үйден қуып жібергендерің не? Ұят бар ма өзі? Сізге келіннің қалай жеткізгенін білмеймін, бірақ өтірік көлгірсудің қажеті жоқ. Әңгіменің тоқ етері қызымызды бөлек қойыңыздар. Жас қой, өз күндерін өздері көреді. Бір келінге қарап қалмаған шығарсыңдар. Біздің қызымыз болмағанда да күндерің өтті ғой. О, несі-ай, келін екен деп үй тірлігіне жегіп қою керек пе? Қажет пе, өзің жаса, қызымызға бөлек отау құрып беріңдер, деді ызғарлы үнмен. Құдаша, келінді біз қумадық үйден. Кесе лақтырып атасының басын жарып өз үйден кетті. Жүріс-тұрысы өзгерген соң тергегеніміз рас. Келініміз болған соң әдеп пен ибаны білу керек емес пе? Оның үстіне жастай бізге тапсырдыңыздар. Ары қарай өзіміз тәрбиелеп аламыз деп едік. Қысқасы бөлек шықсын, болмаса ажырассын. Екі баланы бағу қолымыздан келеді. Құдаша, ажырасқан нес, жаман ырым шақырмаңыз. Екі бала тұрғанда қайда барады? Енді екі бала деп өз өмірін қорғылмайтын шығар қызымыз. Ойланып жауабын айтарсыз. Екі немереңізді ойласаңыз бөлек шығарыңыз. Енді Санат үйдің жалғызы. Мына қара шаңырақты қалай тастап кетеді? Даңғарадай жеті бөлмеге сыймайды деп жұрттар күледі емес пе? Деп жатқанда құдашасы телефон тұтқасын тастай салды. Айнагүл ападан маза кетті. Екі жақтың үлкендері болып, екі жасты қосамыз деп ойлаған ойы быт-шыт болып шытынаған кеседей пара-парасы шықты. Амалсыз баласына келінді алып келуді сұрады. Бірақ Санат келісер емес. Әкеме қол көтерген, отбасында адам құрлып көрмеген, сыйламаған әйелдің маған қажеті жоқ деп бірден бас тартты. Айнагүл апа кімге барып мұңын шағарын білмеді. Анда-санда келіп тұратын қыздарынан алғашында жасырып жүрді. Жұмыс басты, олар телефон шалғанда немесе үйге келгенде жеңгелерін төркінге қыдырып кетті деп ойлайтын. Бірақ қашанғы жасырсын, қашанғы төркінге кетті деп алдайды. Сезіктенген кіші қызы мән жайды білгенде бірінші болып ағасына жаны ашыды. Екі баласын ойлап жүнжіп кетіпті. Үйдің тірлігін бүкшеңдеп істеп жүрген анасын көріп көңілі босады. Кеткен қыз төркіндегі болып жатқан іске араласпайды деп үйреткен анасының өзі. Амалсыз іштен тынады. Бір күні Айнагүл апа көңіл жазып қайтайын деп көрші кемпірге келеді. Көрші кемпір салқын қарсы алды. Баяғыдай күлімдеп, әй кемпір-ау демеді де әңгімені арыдан бастады. Иә, хәлдерің жақсы ма? Жүрміз өлместің күнін кешіп. Келін хабарсыз кетті ғой. Сол жаныма батып жүр, немерелерімді сағындым. Барып алып келе қояйын десем, Санатта қырсығып отыр. Келіндеріңізді өздерің күн көрсетпей қуып шығып, енді несінен көлгірсіп отырсын, қызық адам екенсің деп қойып қалды көрші кемпір. Не деп отырсың, күн көрсетпеген нес, оны кім айтып жүр? Келіннің өзі айтты, бір-екі рет үйге келгенде қуып шығыпсың. Қашан келіпті? Шатасып отырсың-ау. Мен сол келінді үйге келтіре алмай жатқан жоқпын ба? Өткен жолы есігінің алдынан көргенмін. Кеш қараңғысы қоюлана бере қақпа алдында тұр екен. Кірмейсің бе дегенде үйге кіргізбей тұр, деді өзі. Дәл қай күні екені есіңде ме? Әрине, абысынның үйіне беташарға барып келген күні өткен сенбіде. Айнагүл апа бірдеңе есіне түскенде орнынан атып тұрды. Жақсы, рахмет шайне, кейін келермін деп асыға басып шығып кетті. Үйіне келіп мусор тастайтын шұңқырға қарай адымдады. Жексенбі күні есігінің алдын, қақпаның жан-жағын тазалағанда қиқымдалып қырқып тастаған бір адамның футболкасын тауып алып еді. Ойында ештеңе жоқ, мусорға тастай салған. Енді сол есінен кетер емес. Мусор тастайтын шұңқырға келіп қараса, ештеңе жоқ. Шалы бәрін өртеп тазалап тастапты. Үнсіз үйге қайтты. Есінен кетер емес, неге қақпа алдында жатыр деп ойлады осы кезде. Бірақ келіні туралы жаман ой мүлде ойламапты. Ертеңіне күн ұясына батарда келіні тағы келді. Және ешкім байқай қоймады. Осы кезде көрші кемпір тағы да көшеге шықты. Келінді көріп жанына жетіп барды. Әй шырағым-ау, үйге кіре алмай тұрсың ба? Айнагүл ондай қатал адам емес еді. Болмаса мен кіргізейін, жүре ғой. Жоқ, қажет емес. Егер қиын болмаса, мына затты қора жаққа апарып лақтыра салыңызшы.
бұл не деді көздері шарасынан шығып кемпір. Жай әшейін сөмке мен іш киімдер ғой. Осы үйдің кілерін әкетіп қалыппын өткен жолы. Жарайды деді кемпір үйіне қайтты. Үйге келген соң көрші кемпір біраз ойланып отырды. Сөмкені ашып көргісі келді. Bir жағы іш киімдер деген соң жиркеніп қалармын деп те ойлады. Ертеңіне таңертең ерте тұрды да үйдің артқы қорасына көрші үйге қаратып сөмкені іліп қоя салды. Арада 3-4 күн өткен соң Санаттың отбасы өзгере бастады. Біресе Санат, біресе әкесі қайта-қайта мазасы кетіп жұмысқа бара алмай жатып қала беретін болды. Кейде тіпті қатты ауырып қалатын. Сап-сау адам қалай аяқ астынан ауырады? Мүмкін суық тиді ме екен деп ойлаған Айнагүл апа жедел жәрдем шақырды. Олар еш кінәрат таппай, тек ағза әлсіреген деп 1-2 дәрумен жазып беріп кетті. Жедел жәрдемді көрген көрші кемпір жағдай сұрауға үйге кірді. Мән-жайға қанық болған соң аз-маз ойланып отырды да әлгі сөмке есіне түсті. Дымын білдірмей сытылып шығып кетті де үйді сырт айнала барып қараса қорада әлгі қара сөмке әлі ілініп тұр екен. Бар ойы бәле-жала осы сөмкеде ме екен деп Айнагүл апаны шақырып келді. Қой құрсын, келінім ұрса шапылдап ұрсатын шығар, өтірік сөйлесе сөйлейтін шығар, бірақ мұндай харам іске қолы бармайды деді Айнагүл апа. Көрек те ішін маған беріп кетіп еді. Ішінде осы үйдің заттары бар, шатасып алып кетіппін деп еді. Қане, бері әкелші деп Айнагүл апа сөмкенің ішін ашты. Ешқандай да іш киім жоқ. Қиқымдалып қиылған кәдімгі адамның шашы тола. Мынау не пәле, Алла сақтасын деп апа алды да қоқысқа апарып өртеп жіберді. Дәрет алып іштей дұғаларын оқып бәле-жаладан қорғанды. Көрші кемпір өз ойымен өзі болып үйіне қайтты. О тоба, әлгі келін мені де алдағаныма сонда. Алла сақтай көр деп жағасын ұстаған күйі үйіне кіріп кетті. Санат та сағындық та ақсақал да жағдайы жақсарып қайта жұмысқа шықты. Бірақ Санаттың денесін бір ауырлық басып тұрғандай сезінеді. Санат күні бойы жұмыста жүргенде ұмытып кетеді. Ал кешкісін үйіне келгенде денесін бір ауырлық басып тұрғандай сезінеді. Шаршау шығар деп жатып демалады. Bir күні жұмыстан қайтып келе жатқанда телефонына SMS хабарлама келеді. Асығыста оқыған жоқ. Көлік айдап келе жатқан соң телефонды қолына алмады. Сол бойы ұмытып кетті. Үйге келіп, кешкі ас ішіп болып, жайласып отырып телефонын іздеді. Сол кезде әлгі SMS есіне түсті. Кім екен деп телефонын ашып еді. Сәлем, қалай, менсіз күнің қалай өтуде, балаларыңды сағынбадың ба? Кеткеніме шүкірлік айтқандайсың, мүлде хабарласпадың. Ал мен сені сағынып жүрмін деген әйелінің сөздері жазылыпты. Біраз ойланып отырды да, сағынсаң үйге қайт деп қысқа қайырды. Бірақ жауап келмеді. Санат та артық ештеңе жазбады. Бірақ шай үстінде келіндері хабарласқанын айтты. Әкесі мен анасы қуанған соншалық дереу барып келінді алып кел деді. Бірақ Санат қарсы болды. Әбден шекесіне тисін, қатесін сезінсін, өзі-ақ келеді кейін деді. Осы кезде тағы да телефонына SMS келді. Егер балаларыңмен бірге отбасы болып тұрғың келсе, бөлек шығамыз, немесе үй мен көлікті менің атыма аударасың, болмаса балаларыңды да мені де көрмейсің деді. Ашуланып орнынан атып тұрған Санат, көрдіңдер ме, құрақ ұшып әкеле ғой деген келіндеріңді, міне нағыз оның бет-бейнесі, оқыңыз деп әкесінің алдына телефонды тастай салды. Сағындық аға мен Айнагүл апа үнсіз іштей тынып қала берді. Санат пен Сағындық аға өз жұмыстарына кетті. Сол баяғы Айнагүл апа ғана үйде жалғыз қалды. Ой үстінде отырғанда 2 сағаттан асты. Орнынан қозғалған жоқ. Түс болғанда бірақ тұрды. Үйді реттегенсіп кешкі астың қамына кірісті. Күнделікті өмірі өтіп жатыр. Келін сол күйі хабарласпады. Санат та қайта сөйлесуге құлқы жоқ. Соңғы SMS-нен кейін қатты көңілі қалған. Ал Сағындық аға мен Айнагүл апа немерелерін көрмегелі 5 айдың жүзі болды. Санаттың құлақ етін жеп бітіретін болды. Бар айтатындары, келін не десе де келісеміз, алып келші дейді. Бірақ Санат келіншегін алып келмеймін деді. Үй мен көлікті соның атына аударып, оның үстіне жалғыз ұл бола тұра, ата-анамды қалай тастап бөлек тұрамын, одан да өмірден қатынсыз өткенім жақсы емес пе деп ойлады. Бірақ баяғы еңсесін басып тұратын қара күштен арылар емес. Ата-анасы амалсыз, баласы әкелмеймін, бірге тұрмаймын деген соң келіндеріне бара алмай отыр. Бірақ күнде Санатқа жалынады. Қартайғанда немересіз қу бас болып қалай отырамыз деп жылайды Айнагүл апа. Әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет.